Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен өндірістік шығындар тақырыбының фирма пайдасы бөлімін қарастыратын боламыз. Жалпы фирманың қызмет етуінің басты мақсаты қандай? Фирма өзінің қызметін пайданы максималдандыру мақсатында жүзеге асырады. Пайданы есептеу үшін біз жиынтық табыс және жиынтық шығындар не екенін анықтап алғанымыз жөн. Жиынтық табысты біз ағылшын тілінің total revenue сөзінің бас әріптері TR мен белгілейміз. Жиынтық табыс дегеніміз өндірілген өнімді сату нәтижесінде алынған ақша сомасын айтамыз. Total revenue тең тауар бағасы, price көбейтілген сатылған өнім көлемі, quantity. Мысалы айтайық, 300 теңгеден 10 балмұздақ саттық, сондағы біздің жиынтық табысымыз 3000 теңгеге тең. Жиынтық шығындарды біз ағылшын сөзі total cost сөзінің бас әріптерімен белгілейміз, TC деп. Жиынтық шығындар дегеніміз өндіріске қажет ресурстарға жұмсалған ақша сомасын айтамыз. Біздің балмұздақтарды өндіруге 2000 теңге кетті деп есептейік. Сонда біз пайданы анықтау үшін біз жиынтық табыстан жиынтық шығындарды шегереміз. Біздің балмұздақты сатудан түскен табысымыз 3000 теңгеден, біз оны өндіруге кеткен шығындар 2000 теңгені шегерсек, біздің пайдамыз 1000 теңгеге тең екенін есептей аламыз. Ағылшын тілінде пайданы біз profit деп белгілейміз.